Сөз ішіндегі сөзбен қосымша және сөзбен сөз арасындағы дыбыстардың бір-бірімен ұқсауын үндестік заңы дейміз. Қазақ тілінде үндестік заңы екі түрлі: буын үндестігі және дыбыс үндестігі. Буын үндестігі. Қазақ тілінің байырғы сөздері не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып келеді. Ал буындар мен сөздердің жуан не жіңішке болуы сөз құрамындағы дауысты дыбыстарға байланысты. Мысалы, қарақшыларды, тергеушілермен. Осы буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалары да бар. Көмектес септігінің жалғауы мен, бен, пен. Заң мен, өтініш пен, арыз бен. Тағы да басқа қосымшалар: нікі, дікі, тікі, гер, кер, пас, кеш, қор, қой, хана. Бұл қосымшалар сөздің жуан жіңішкелігіне қарамай жалғана береді. Жарайды балалар, енді келесі тапсырмамызға көшелік. Әуелі бағалау критерийімен таныс болыңыздар. Берілген тақырып бойынша үндестік заңдылығына сәйкес емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай ой толғау жазыңыз. Дескрипторы. Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөздерді анықтаңыз, себебін түсіндіріңіз. Сөйлеу мәдениетіне байланысты сөздерді қатыстырып, ой толғау жазыңыз. Тақырыпқа байланысты өз ойыңызды, пікіріңізді келтіріңіз. Енді тапсырма. Мәтіндегі амандық сұрасудан нені байқауға болады деген тақырыпта шағын ой толғау жазыңыз. Буын үндестігіне бағынбайтын және бағынатын сөздерді т кестесі әдісімен бөліп көрсетіңіз. Мысалы, сіздің ой толғауыңыздағы буын үндестігіне бағынбайтын және бағынатын сөздер болады. Соны екі бағанға бөліп көрсетесіздер. Жиналғандар бұл буын үндестігіне бағынбайды. Ақсақалдар буын үндестігіне бағынады. Міне осы сияқты орындайсыздар. Жақсы балалар, енді тапсырманы орындауға көшіңіз.